Жаңа жылда жаңа баспана. Бүгін Қызылордада 40 пәтерлі 2 үй ел игілігіне берілді. Шіркейлі каналының үстінен салынған көпір де іске қосылды. Бұл өткел Сырдария өзенінің сол жағалауын Шіркейлі арнасы арқылы халықаралық автодәлізбен байланыстырып тұрған маңызды нысан. Салтанатты шараға аймақ басшысы Гүлшара Абдықалықова қатысты. Биыл облыс орталығында 2380 пәтерлік 52 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Ал 40 пәтерлі 2 тұрғын үйдің құрылысы өткен жылы басталған. Міне жаңа жыл қарсаңында 80 отбасы қоныс тойын тойлады. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жыл ерекше болды. Пандемия жағдайында өмір сүрдік. Соған қарамастан республика көлемінде облыста мемлекеттік бағдарламалардың барлығы жүзеге асты. Жалпы облыс бойынша биыл 1946 пәтер салынды, жаз бойы салына бастады. 98 үй бойынша. Оның 580 пәтерінің кілті берілді биыл. Келесі жыл қалған пәтерлерде жалғасып, әрбір пәтер иесіне берілетін болады. Пәтер кілтін алғандардың дені әскерилер, денсаулық пен білім беру саласының қызметкерлері. 3 бөлмелі үй алып жатырмын. Жаңа жылда жаңа пәтерде қарсы алатын болдым. Алғысымды айтамын. Жаңа жылда бәрімізге баспана болуына тілектеспін. Бүгін міне жаңа жыл қарсаңында жаңа баспанаға қол жеткізіп отырмын. 3 бөлмелі үй алып отырмын. Бұл бір жыл депозитке ақша салып алып отырмын. Бұл облыс орталығына кіретін 4-ші қақпа. Шіркейлі арнасы үстімен өтетін көпір арқылы солтүстік аудандар мен батыс өңірлерге шығуға мүмкіндік бар. Оның үстіне бұл жол қаладағы көлік нөпірінің жүктемесін азайтуға септігін тигізбек. Қаланың сол жақ жағалауы мен Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзит дәлізін қосатын Шіркейлі каналының үстімен өткен бұл көпірдің жалпы ұзындығы 80 метрден асып жығылады. Бұл жерге әзірше уақытша бағдаршам қойылған, алдағы уақытта бұл аралыққа үлкен жол айрығы түсетін болады. Сол кезде қалаға кіріп шығатын, сонымен қатар транзиттік дәлізбен өтетін көліктер кедергісіз қозғала алады. Ашылып жатқан жол Мұратбаев көшесіндегі үлкен көпірден бастау алып, Батыс Қытай, Батыс Еуропаға дейін жалғасып жатыр. Ұзындығы 5 шақырымды құрайды. Бұған осыдан 2 жыл бұрын облыстық бюджеттен қаржы бастап бөлінген болатын. Жалпы жобаның құны 2 миллиард 600 миллион теңге. Мұны бүгін аяқталып, ел игілігіне табысталып жатыр. Қазір бағдаршам қойдық. Оны қойғандағы мақсатымыз мұнарада ертең жол көлік оқиғасы болмасын деп жатырмыз. Өйткені Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы. Burada үлкен жылдамдықпен жүреді. Мұнарадан тез байқамай біреу шығып қалса, оның арты бір өкінішті жағдайға, қайғылы жағдайларға алып келуі мүмкін. Сол үшін біз қазір бұраға бағдаршам қойдық. Келешекте мұндай жағдайлар мүлдем болмау үшін бұраға жаңағы үлкен развязка салынып жатыр. Өйткені Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолымен келатқан көліктер мынау Ақтөбе жақтан, Наяқтан, Алматы жақтан өз жолымен кете беру керек. Ешқандай кедергісіз. А біздің қаладан шыққандар кедергісіз сол Батыс Қытай жолына түсіп кету керек. Сол үшін салынып жатқан жағдай. Айта кетейік, биыл облыс орталығында жол инфрақұрылымын дамытуға республикалық және жергілікті бюджеттен 10 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Нәтижесінде 400-ден астам көше жөнделді. Ал 68 көшеге жүргіншілер жолы төселді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында оған 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Азамат Әуесхан, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.